Ассалаумағалейкум, құрметті жылқы сүйер қауым. Бұйырған бақ кетпейді дейді. Осыны пайдалана отырып сіздерге бір өзімнің тәжірибемде болған бір уақиғаны айтып берейін. Осыдан бір жыл бұрын 25-тің көктемі еді, сәуір айының ортасы. Жылқышым хабарласады да маған. Қалым рациямен шығады. Қалым мына Досқұланың үйірінде бір бие туа алмай жатыр. Келіңдер срочно деп. Сосын үйде жылқышылар бар. Аптечкамызды жинап, бір 10 литр су алып, барлығын алдық та жылдам арада шығып кеттік та соның басына бардық. Барсақ, шынымен бір биеміз туа алмай жатыр екен. Туа алмағанда аяқтары шығып, қолыны үлкен болған ғой. Су кетіп қалған, қолына мойны қайырылып қалған, сонымен туа алмай қолының ішінде өліп қапты. Сосын енді не істейміз, ана биені ұстап жығып, қолында былай да тарттық, енді қолымыздан келгенше амал жасап жатырмыз да, бірақ қолымыздан келмей жатыр, шығара алмай жатырмыз. Сосын не істейміз, пышақ алып, өткір пышақпен сол ішіне кіргізіп, ішінде алдыңғы екі қолың лопаткасын кесіп, сөйтіп шығарып жатырмыз да, сол бір 2 сағаттай қиналдық. Сонымен алдыңғы екі лопаткасын кесіп тастадық, шығара алмадық. Жігіттер айтады да маған, ғалым болмайды, мынау қазір биені өлтіріп аламыз, сойып тастайық, обал арам өліп қалады ғой деп. Сосын енді жігіттерге айтам, енді бірақ біздің жігіттердің тәжірибеде енді опыттары үлкенді. Енді елдің жылқышылары сияқты асау мініп көкпер тартып сөйтіп жатпаса да, бірақ бұлардың тәжірибесі өте мол да, соны мақтан етемін да. Неше түрлі жағдайларда болған. Сойып тастайық дейді, қайта анау Әділбек деген жылқышым бар, қайта пышағын алады, сойып тастайық бауырым, болмайды деп. Мен айтамын, қойшы, тоқташы, көрейік енді бір амалын жасап. Сосын әлгі құлынды шығара алмадық. Шығара алмағанда бие де қиналып қалды, уже әлсіреп қалды, өзіміз де шаршап кеттік. Сосын айтамын да, машинамен тартып көрейік енді, не болса да ол болсын енді, әйтеуір сойып тастайтын болсақ, көрейік, мүмкін бір шығармыз дегендей. Сосын әлгіні ішінде айналдырып, артыңғы аяғын шығарып, арқан байлап, ақырын тартып машинамен шығардық. Машинамен шығарған кезде ананың ішкі құрылысын зақым келтіріп алдық деп айтуға да болады ғой. Енді құлынды жеке алып тастадық, құлын өліп қалған. Ана биенің сосын анау барлығын жуып, марганцовкамен шайып, перекись шашып, свечкасын салып, бүйтіп, сосын укол бар, алоэ салып жүрдік. Енді Құдайдан деп, Алладан бұйрығы мал болса жазылып кетеді деп. Сол кезде енді жылқышылар айтады, сондай зақым келсе құлынды сондай методпен шығарып атқан, ол биенің келешекте төлдеуі қиыныраққа соғады дейді да. Негізі шама келгенше бір жағдай болса басын кесіп саған сол сойып тастаған артық дейді да. Сосын ананы үміттеніп өзім алып қалып жақсы бие еді. Сосын солай ана бие күй түсті, бір айдай ауырыңқырап жүрді. Одан кейін күздің күні жақсы бері қарап оң алып жақсы болып қалды ана бие. Қыста енді семіз болды. Сосын бір досым жабдыққа мал керек, семіз мал. Сонда ойладым, сол биені сойып тастайын ба деп. Үйге әкеліп бөліп қойдық. Пока соямыз, бүйтеміз, сөйтеміз дегенше досым хабарласады да, досым мына қаланың қасында жақын арада бір бие тауып алыпты. Мал табылды, в общем, табылды, керек емес дейді. Сонымен бұл бие екінші рет пышақтан аман қалады да. Сосын енді көпшіліктің айтуы бар ғой, енді төл бермейді, болмайды дегесін. Енді жарайды, қой, енді үйге анам айтқан, соғым ет керек, соғым сою керек деп. Сосын тағы да сол биені алып келдік. Міне соямыз деген кезде әкем хабарласады. Мал сойын деп жатсыңдар ма? Сол бір бие әкеп қойғам, жақсы үлкен бие. Әкем айтады да, бие керек емес, бір байтал соя салшы дейді. Байтал соя сал дейді. Сонымен бие тағы да сойылмай қалады. Сосын оның орнына байтал соямыз, одан кейін өріске жібереміз. Қыстың қатты борандары басталады, анасы басталады. Сол қыста бұл биеге мән бермейміз да. Сосын көктем келеді, көктемнің кезінде қарасақ, кәдімгідей қарны шығып, буаз сияқты болып көрінеді да енді былай. Сосын бір үміттеніп, туып қала ма деп. Сосын жылқышыма айтам, төлдің кезінде қарап отыр. Ана бие байқаш деп. Сосын өзінің құйрығын кесіп жібергенбіз. Сол енді міне Алланың қалауымен, Аллаға шүкір,
Осыдан бір 2 жұма бұрын қалада болған кезде жылқышым хабарласады, ана құла биеміз құлындады дейді да. Соны өзім келіп бір қарап ішінен, ай жарайсын, бұйрығы бар мал екен. Міне қазір құлын тұр ғой, міне құлын, соның артында тұрған әне 19 деген құйрығы кесілген, әне торы құлын. Осы бие да міне. Барлығы Алладан. Соны айтам да, неғұрлым шыдамды болу керек, сабырлы болу керек. Сол сіздерге айтарым, сабырлы болыңыздар, шыдамды болыңыздар. Ең бастысы аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум.